Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мерей. Бүгін сіздерге бенто торттың рецептісін көрсететін боламын. Жалпы бенто деген сөздің мағынасы бір порциялық тағам дегенді білдіреді. Видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса каналға тіркеліңіздер. Тортқа керекті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, сүт, сары май, қопсытқыш және де бал. Алдымен жұмыртқаны және де қантты салып, миксермен 2-3 минуттай қант ерігенге дейін араластырып аламыз. Қосып жатқан ингредиенттердің мөлшерін описаниеден қарай аласыздар. Ендігі кезекте сүт қосамыз, сары майымызды саламыз, қопсытқыш және де кішкене ғана тұз саламыз. Содан соң 1 ас қасық бал саламыз. Ендігі кезекте барлығын жақсылап, тағы да 2-3 минуттай толықтай араластырып аламыз. Енді ұнды салып, тағы да 2-3 минуттай араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15 минуттай пісіріп аламыз. Мендегі листтің үстіндегі ол тефлоновый коврик, алдыңғы видеода айтып кетіп едім. Сіздерде бұл болмаса, фольга немесе пергамент қағазын қолдансаңыздар болады. Жалпы тефлоновый коврик алатын болсаңыз, ол ұзақ уақытқа дейін жарайды. Корж пісіп шықты. Міне қазір өздеріңіз көресіздер. Егер де тефлоновый коврик қолданатын болсаңыздар, ешқандай да жабыспайды, өте оңай алынады, сенімді боласыздар. Егер ол болмаса, оның орнына фольга немесе пергамент қағазын қолдана беріңіздер. Енді осылай пиаламен немесе кесемен өзіңізге қалаған формада кесіп аласыз. Ендігі кезекте кремді дайындаймыз. Мен қолданатын кілегейдің түрін көріп алсаңыздар болады. Бізге керегі салқындатылған кілегей, сүзбелі ірімшік және де қант, ұнтағы. Сүзбелі ірімшіктің түрі осындай. Басқа түрін қолдансаңыздар болады, өз қалауыңыз бойынша. Енді салқындатылған кілегейді ыдысымызға салып, 5-7 минуттай араластырамыз. Кілегей қойылына бастаған кезде сүзбелі ірімшікті салып, тағы да 2-3 минут араластырамыз. Содан соң қант ұнтағын салып, тағы да 2-3 минуттай араластырып аласыздар. Крем дайын болып шықты. Енді мен торттың бетін безендіру үшін осылай кремді 3 бөлікке бөліп алдым.
Кішкене ғана екі бөлікке және де коржға жағатын крем қалды. Қазір толықтай көресіздер. Безендіру үшін кремді түсін өзгерту керек болды. Сондықтан мен осындай гелевый краситель қосып жатырмын. Қалаған түсіңізді қолдансаңыз болады. Мендегі түсі көк. Өте кішкентай ғана саламыз. Егер гелевый краситель болмаса, кәдімгі сухой краситель қоссаңыздар болады. Өте аз мөлшерде. Өйткені түсіңіз өте қанық түсті болып кетуі мүмкін. Енді бізде екінші кезектегі түс ол тоже гелевый краситель. Қызыл түс, бірақ мен қып-қызыл болып шыққанын қалаған жоқпын. Менде кішкене розовый цвет бергім келді. Сондықтан кішкене ғана қосып араластырып алдым. Қазір көресіздер. Міне осындай көк түс және де ашық қызғылт түс шықты. Енді қазір тортымызды жинаймыз. Видеоның басында айтқандай, жалпы бенто деген мағынасы бір порциялық тағам дегенді білдіреді. Сондықтан өте осылай кішкентай ғана торт болып шығады. Алдымен корждарымызды жинаймыз. Бұл жағы барлығына түсінікті деп ойлаймын. Кремді осылай толықтай жағып шығамыз да корждарды бірінің үстіне бірін қойып тортымызды жинақтаймыз. Тортты жинақтап болдық. Енді қазір сыртынан осылай безендіру үшін ашық қызғылт түспен қаптап шығамыз. Тағы да жағып шығамыз кремді. Содан соң өз қалауыңыз бойынша безендірсеңіз болады. Кремді жағып болғаннан кейін мен осылай екінші көк түс креммен сөз жазып жатырмын. Бақытты күн, қуанышты күн деген мағынаны береді. Тортымызды безендіріп болып қалдық. Нәтижесі міне осындай керемет торт дайын болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.